Құрметті достар, бүгін біз бауырсақ дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар жылы су, тұз, дрожж, сұйық май және ұн. Жылы суымызға тұзымызды жақсылап араластырып ертіп аламыз. Оған дрожжымызды саламыз. Пісте майымызды құйып, ұнымызды бөліп салып араластырамыз. Біз бұл жерде қанша көлемді қоспаларымыздың барлығы описанияда жазылулы. Қамырымызды жақсылап илеп, қараңыздар, қамырымыз дайын, бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын, жақсы көтерілген, жақсы ашыған, қараңыздар, түрінен көрініп тұр. Жақсы көтерілген, жұмсақ. Осы қамырымызды екіге бөліп, зуала қылып жайып аламыз. Біреуін жайған кезде, біреуін салапанға орап қойсаңыздар болады. Немесе бетін жауып қойсаңыздар болады. Астына, үстіне ұн сеуе отырып, аз-аздан себілу қажет. Бұл бауырсақ, сондықтан майымыз қарайып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай ауната отырып жайып аламыз. Қараңыздар. Дайын қамырымызды арнайы кескішпен кессеңіздер де болады. Мен осылай стаканмен кесіп жатырмын. Қараңыздар, дөңгелек. Жұқалығын қараңыздар. 5-6 миллиметрлік болу қажет. Қалыңдығы. Осылай дөңгелектеп кесіп аламыз қамырымызды. Бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Майымызды қыздырып, 10-15 минуттан кейін майымызға саламыз. Қараңыздар, қандай әдемі көтеріліп жатыр. Қызған майға салғанда қандай әдемі көтеріліп жатыр. Екі бетін ауната отырып, өстіп бауырсағымызды пісіріп аламыз. Бауырсағымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі көтерілген, түсі де әдемі. Жып-жұмсақ. Дәл осылай дайындасаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне сіздерге біреуін арасын ашып көрсетейін, қандай әдемі піскен, жақсы көтерілген, жұмсақ, өте дәмді бауырсақ. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, маған